Баршаңызға сәлем. Сіздермен ерекше тағамдар әлемі. Бүгін сіздерге өзбек халқының сүйікті де дәмді асы хамир хасыптың жасалу жолын көрсететін боламын. Барлық ингредиенттер төменде көрсетілген. Ең алдымен қамырын дайындап алайық. Ол үшін бізге суымызға тұзымызды қосып, жақсылап араластырып, таза табамызға құйып алайық. Содан соң бір дана жұмыртқамызды қосып және араластырып, үстіне ұн қосып бастайтын боламыз. Ұныңыздың барлық бөлігін бірден салмағаныңыз дұрыс. 2-ге немесе 3-ке бөліп салыңыз. Ең басында қасықпен араластырып, әдеттегідей соңында қол күшімен қамыр илейтін боламыз. Жақсылап иін қандырып илеңіз. Жайған кезде өте жақсы жайылатын болады, және бұл кезде қамырымыз қатты бос болмауы қажет. Сәл қаттылау болғаны дұрыс. Осылайша қамырымызды дайындап болған соң 4 бөлікке бөліп, тыныштыққа 5-10 минутқа қойып қоямыз. Сол уақыттарда біз салмасын дайындап алатын боламыз. Салмасына қажет ингредиенттерде төменде көрсетілген. Достар, ұмытпаңыздар, күрішімізді 5-10 минут отқа қойып, сәл жартылай пісіріп алғаныңыз дұрыс. Ендеше кірісейік. Ең алдымен пиязымызды кубиктеп осылайша турап аламыз. Содан соң фаршымыздың үстіне салып, тұзымызды салатын боламыз. Содан кейін бізге қара бұрыш, қызыл бұрыш, паприка, ең соңында жаңағы жартылай піскен күрішімізді салып, барлығын жақсылап араластырып, салмасын дайындап аламыз. Салмамыз құрғақ болып қалмас үшін 100 мл су қосқаныңыз дұрыс. Сол кезде бізде сочный болып шығады. Мінекей достар, салмамызды дайындап алдық. Ендігі кезекте қамыр жаюға кірісейік. Осылайша ұн себе отырып, оқтаудың көмегімен қамырымызды жұқа етіп жайып аламыз. Ендігі кезекте жұқа қамырымызды үлкендеу бөліктерге бөліп кесіп алатын боламыз. Содан соң салмаларын салып, видеода көрсетілгендей қамырларымызды бүгіп шығамыз. Барлығын нақты көрсетуге тырыстым. Осылайша хамир хасиптерімізді дайындап алған соң, манты қазанымыздың майланған есіктарына барлығын орналастырып шығамыз. Алдын ала суыңызды қайнатып қоюды ұмытпаңыз. Осылайша суы қайнап тұрған манты қазанымызға барлығын орналастырып, қақпағын жауып, 40 минуттың ішінде пісіріп алатын боламыз. Мінекей достар, тағамымыз да дайын болды. Өте керемет хош иіс шығуда. Хамыр хасыпты одан сайын дәмдету үшін үй жағдайында жасалған қызыл соусымен ұсынуды жөн көрдім. Егерде оның да рецептісі қажет болса, төменде пікірлеріңізді жазуды өтінемін. Достар, сіз де жанұяңызды қуантып, осылайша әзірлеп көріңіз. Баршамызға ас болсын, достар.